сыртынан айтып жатты, ой, квартирада қаңғырып жүр екен, анау мынау деген сияқты. Оған намыстамын, мейлі айта берсін, мен бірақ квартира алдым, трехкомнатный. Бірақ оны қалай жасайтынын білмейді. Иә, өтірік емес, бәрі шындық. Пайдасы миллион теңге. 1 миллионға түсіріп алдым. Менікі сұрақ емес, жаңа бүгінгі сабақтан кванттық әлем, содан алған білімді көзім жетіп отырды. Енді өз өмірімді айтайын, бірақ енді ешкімге керек болмаса да, мен осы 32 жасымда 20 жыл бұрын жаңа күйеуім қайтыс болған, 4 баламен қалғам, 2 жас, 4 жас, 6 жас деп, сонан кейін сол кезде өзіме мақсат қойғам, осыларды оқыта, мен жоғары білімді қылам деп. Сонымен барлығын жаңа оқытып, 18 жылдан кейін ауылдан келін алдым да, содан кейін кетіп қалдым 2 жыл бұрын. Соң келерде өзіме мақсат қойдым, өзім қайтсем де, жаңа квартира, үй алам осы қаладан деп. Сонымен сіздердің білімдеріңіздің арқасында, шындығын айтқанда, өткенде менде үй алдым, квартира алдым, трехкомнатный. Бір минут, атыңыз кім? Бағдат. Бағдаттың сөзін мұқият тыңдаңыздар да, айтады, 4 баламен қалған кезде мен осылай мақсат қойдым. Бірақ оны қалай жасайтынын білмейді. Иә, соны қалай. 4 балам жеткізем, бәріне жоғары білім берем деп мақсат қойды ма? Иә. Кванттық әлемге жіберді ма? Миына тапсырма берді ма? Болды, сол орындалады. Иә, соны. Өйткені ми соған қарай бағыттап жұмыс істей бастайды. Өзіне лайықты деңгей. Ол анау мынау емес, мен бәріне жоғары білім берем. Одан кейін айтты, үй алам деді ма? Болды. Осылай уақытта осы жерден үй алам. Оны қалай алатынын бір алла біледі. Бірақ миына кіргізіп тастады. Соң миы соған қарай күнделікті сен соған қарай бір әрекет жасайсың. Әрекет жасағанға берекет келеді. Әрекет жасамасы келмейді. Әрекет жасау үшін алдымен соны қойып тастау керек. Солай ғой бәрі? Иә, сондай екен. Көзіңіз жетті ғой. Көзім жетті. Тағы не айтайын деп едіңіз? Сол жаңағы. Мен сабағымды қашаннан бері көріп жүрсіз? Ой, сіздің сабағыңызды 3 жыл болды ғой, 3 жылдан асты. Өзіңізде жоғары білім бар ғой? Иә, бар, мен өзім мұғаліммін. Енді қараңыз, мына YouTube-та айтады, лақатрон, елді жынды қылып, елді мазақ қылып, елді алдап ақша тауып жүрсің дегендерге не айтар едіңіз? Соларға айтыңызшы бірдеңе. Жоқ, ондай өтірік емес, бәрі шындық. Сіздің өте сізге көмегі керемет болды ма? Керемет болды маған. Жасыңыз нешеде? 52-де. Мен барам деген кезде мұғалімдер айтқан, қызықсыз ғой, немеге барасыз, тауып жатқан ақша. Сіз біліміңіз қандай өзі? Жоғары білімді. Жоғары білімді. Осыған салған ақшаңызға қанша есеп қайтарып алдыңыз? Қазір 145 мың алдым, керемет. 10 есе артық алдыңыз, солай ма? Қуаныштым. Армандау керек екен барлығын, сол күйеуім қайтыс болғанда мен қайтсем де осыларды оқытам деп өзіме мақсат қойдым, оған жеттім. Соң келін ала салдым да мал жанын бәрін 4 балама бөліп бердім. Енді малда шаруам жоқ, өздерің не істесеңдер оны істеңдер дедім да, 2 жыл бұрын кетіп қалдым. Соң квартирада жүргенде сыртынан айтып жатты, ой, квартирада қаңғырып жүр екен, анау мынау деген сияқты. Оған намыстамын, мейлі айта берсін, мен бірақ үй алам өзім деп. Сонымен осы кеше чат неге жаздым группаға, жалпы группаға, үй алдым деп бәрінен жақсы, қуаныштымыз, құттықтаймыз. Жаңағы ұяларда мысалы мен сөйлеп сату өнерін саудаластым, 1 миллион теңгеге түсіріп алдым. 1 миллионға түсіріп алдым мен сату өнерін. Міне, қарапайым бір немеден пайдасы миллион теңге. 1 миллионға түсіріп алдым мен мысалы. Енді сіз жоспар жасауды, таргет жасауды, сайт жасауды, офер жасауды үйрендіңіз ғой? Бәрін үйрендім. Керемет, супер, қуаныштым. Сонан кейін енді сөзім соңында айта кетейін, осы бизнес бастау өте сыр сандық сияқты екен. Оны мысалы мен бір рет, сіз айтушы едіңіз ғой, шетелдің психологтарын 20 рет оқыдым, 30 рет оқыдым, мына кісі қызық қой, немеге оқи береді деп өзім басында келгенде сөйтіп ойладым ғой. Сіздің жаңағы қуаттану сағаттарын бір ғана рет тыңдап қоймай, неше рет тыңдау керек екен, сонда ғана санаңа кіреді. Айтпесе былай ғана естіп ғана қойсаң, оны түсінбейді екенсің да, өте терең сырлары бар екен. Соны түсіндім мен, шынын айтса. Мен мына кісіні толтырып кетейін. Жалпы мына ғалам, жаратылыс өзінің беретін заттарына лайықты бағасын қояды. Сымбатты дене болу үшін оның ақысын төлеу керек. Оның ақысы диета және жүгіру. Солай ғой? Бай болу үшін оның да ақысын төлеу керек. Оның ақысы жаңа байлыққа апаратын білім, таргетинг, оны 10 рет, 20 рет, 50 рет ақысын төлеу керек. Ақысын төлесең ғана сен лайықты нәрсені аласың. Әр нәрсенің өзінің лайықты бағасы бар. Оны мына жаратылыс лайықты бағасын қойып қойған. Және де сен керемет жақсы көңіл күйде жүріп, керемет шат-шадыман, ешкімге ренжімейтін адам болу үшін оның да ақысын төлеу керек. Оның ақысы бағана қуаттану сағат, санаға сенім сөздер, медитацияны 10 рет, 20 рет, 200 рет, 500 рет, 1000 рет тыңдау. Бір келгенде келе салмайды.
ақысын төлесең келеді, лайықты бағасын төлейсің, лайықты нәрсе келеді. Сондықтан осы берген нәрсені 10 рет, 20 рет, 30 рет, 50 рет, 100 рет, 1000 рет тыңдау керек. Солай ғой? Солай екен, соған көзім жетті. Енді сөзім соңында Сәкен Сейфуллиннің жаңағы сыр сандық өлеңінен үзінді оқып жүрейін. Сыр сандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын. Сұлу сымда перне өйені жыр айтар, көңіл ашар, тербеу әні сыр айтар. Шыққан біз дос, шыңға талай сырды ойланып, ақтар арлық, алтын сарай қойманы. Сіздің беріп жатқан біліміңіз алтын қоймамен өзім келіп отыр. Соны алтын қоймаға баруда оңай емес қой, мысалы, оның алдында көптеген кедергілер болады. Сондықтан да барлық кедергілерді жойып, аған білімін оның арқатай ала берейік үйде де. Мына апайларыңның өмірін, енді тағдырын берсін деп айтпаймын да, күйеулеріңіз аман болсын, бірақ осы кісінің күш қуатын, осы кісінің сенімін, осы кісінің еңбекқорлығын бәріңе берсін. Үйлерің де осылай, осы кісінің сият қалаған үйіңді алып, қалаған өмірде балаларын жетістікке жетіріп, бақыт болу керек. Ол өз қолында, солай ғой адамның. Рахмет. Жақсы.